Қашан туасың? Қашан туасың? Дәл осы сұрақ бізді шаршатты. Біз child free'міз. Өткенде Роза апаның баласымен келіні осылай деп тұр. Ой, көршіміз не істерін білмей аң-таң болды. Child free деген не өзі деп бәрімізден сұрап та шықты. Сөйтсек, child free деген тек әлемде емес, Қазақстанда да кеңінен танымал ұғым екен. Жайғасып отырыңыз, көршінің қызы child free'ді толығырақ түсіндіріп берсін. Әлеуметтік желіде Ай есімді қолданушы, жасым 33-те, үйленбегенмін, ата-анам қашан балалы боласың, немере тәрбиелейік деп қыр соңымнан қалмайды. Ал менің балалы болғым келмейді. Себебі баланы өсіру, тәрбиелеу, асырау мен үшін үлкен шығын деп жазыпты. Бала болашақ, отбасының көз қуанышы десек те, оқырманның да сөзіне мән беру керек сыңайлы. Child free дегеніміз саналы түрде балалы болудан бас тарту. Ал childless дегеніміз денсаулығына байланысты балалы бола алмау. Біреу бала сүйе алмайды, ал ендігі бірі баладан бас тартады. Бұл қаншалықты дұрыс? Батыс елдерінде соңғы жылдары child free, яғни саналы түрде бала сүюден бас тарту кең таралып келеді. Бельгияда балалы болуға денсаулық жағынан сау әйелдердің шамамен 11%, ерлердің 16% баланы қаламайды. Ұлыбританияда жүргізілген сауалнамада баласы жоқ адамдардың 37%-і ешқашан ата-ана болғысы келмейтінін айтса, тағы 19%-і әзірге дайын емес, бірақ кейін ойы өзгеру мүмкін екенін жеткізген. Ал Қазақстанда мұндай деректер аса көп болмаса да, жастар арасында балалы болудан саналы түрде бас тартатындарды жоқ дей алмаймыз. Статистикаға қарасақ, 2021 жылғы халық санағы бойынша елде 656 мыңнан астам баласыз отбасы тіркелген. Бұл 2009 жылға қарағанда әлде қайда көп. Бұған не себеп, қалай ойлайсыз? Елімізде баладан бас тарту себебі тек child free емес, бедеулік пен белсіздік те бар. 2021 жылы Қазақстанда шамамен 21 мыңнан астам адам бедеулік диагнозына байланысты ата-ана бола алмаған. Мұндай жағдайды childless деп атайды. Соңғы жылдары ер адамдар арасында тіркелген белсіздік көрсеткіші шамамен 35-40%-ды құрайды. Ал әйелдерде де сонша пайыз бедеулік кездеседі. Әйел адамның да, ер адамның да бедеулігі бір жұпта 20% жағдайда кездесіп жатады екен. Дәрігерлер бұған себеп экология, түрлі инфекциялар мен дұрыс тамақтанбау, шылым, алкоголь сынды зиянды әдеттер салдарынан ер мен әйелдің денсаулығына кері әсер ететінін хабарлаған. Сау ұрпақ, сау елдің болашағы екенін ұмытпау керек. Ал неге child free қаптады деген сауалға жауап іздеп көрейік. Көпшілік child free болудың сырын әлемдегі қымбатшылықпен, одан қалса еркіндікпен байланыстырады екен. Яғни бала туғаннан кейін оған алынатын заттар, киім-кешек, кейін оны балабақшаға беруді үлкен шығын деп есептейтіндердің бары жасырын емес. Осы тұста Астана мен Алматыдағы мемлекеттік емес балабақшалардың құны орта есеппен 15 мыңнан басталып 200-300 мыңға дейін баратынын анықтадық. Одан бөлек балаға тіл үйрету, түрлі дайындық сабақтарын да есепке алу керек. Ал жекеменшік мектептердің айына 100 мыңнан 1,5 миллион теңгеге дейін жетуі жастарды баланы асырай алмаймын деген қорқынышқа жетелейді. Дегенмен бұл сандар Абайдың адамның бір қызығы бала деген сөзін жоққа шығармайтынын есте сақтау керек. Ал сіз қалай ойлайсыз? Жастардың child free болуына не себеп? Көршінің қызы child free тақырыбында өз әңгімесін аяқтады. Пікірге өз ойыңызды жазуды ұмытпаңыз. Арнаға тіркеліп алыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.